Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта адай күйін үйренуді жалғастырамыз. Бүгін бізде екінші және де соңғы сабақ. Егер де бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, мына жерден басып кіріп көре аласыздар. Ал қазіргі сабақты бастамай тұрып, мен өткендегі сабақты еске түсіріп ойнап берейін бір рет, сосын сол жерден бүгінгі сабақты бастап кететін боламыз. Біз мына төртінші саусақпен мына жаққа сағаға кетіп қаламыз. Бұл жерде саға бөлімі деп айтады. Саға бөлігі. Төртінші саусақпен 14-ші пернеге келеміз. Бір төмен үш жоғары қоямыз. Қазір үйренуге оңай болсын, камераны жақындатып, домбыраны тоқтай көрсетейін. Жаңа айттым мен, мына жерден аяқтады өткенде. Осы жерден біз төртінші саусағымызбен, яғни былай жылжығанда төрт саусағымыз осылай бірге жылжу керек. Бас бармақта міне екінші саусақтың бойымен бірге бір төмен қарай жылжып кетеді. 14-ші пернеге барды. 14 дегеніміз мына жақтан санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы нүкте екен. Жоғарыдан санағанда. Егер нүкте жоқ болса, онда мына жақтағы пернелерден бастап санасаңыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14-ші пернеге осылай жылжып келеміз. Қойған кезде мына ұшымен басыңыздар, былай біреулер былай жатқызып алады. Бұл қате, ұшымен басаңыз пернені. Бас болғаннан кейін және де бас бармақты былайынан қоямыз. Сосын былай ойнаймыз мына қағазбен. Мына жақта аяқтадық. И бірден мұнда келесі бөлімін бастап кетеміз. Сосын мына жақта мына саусағымызбен үстіңгі ішектегі 9-ші пернеге мынау тұра береді, 14. Үстінде 9-ға қоямыз. Сандарға қарап отырсақ болады. Ол жерде дәл өткендегідей мына А деген астыңғы ішек, яғни астындағы Ү деген үстіңгі ішек үстінде. Ойнаймыз. Астында 14 деп тұр, үстінде 12 деп тұр. Ойнаймыз. Одан кейін осылай түсеміз. Келесі пернеге түсеміз. Одан кейін екінші саусақпен 12-ге барамыз. Яғни ортамыз. Одан кейін мынаумен 14-ші пернеге барамыз. Тағы да көрсек, мынаны аяқтаймыз. И жылжып келеміз де. Сосын мына жақта 9, 10, 12, 14. Содан кейін 10-ға барамыз қайттан. Сосын былай ойнаймыз 12, 10, 12 деп. То есть та-та-та, потом тұра береміз. Сонда та-та-та-пам-пам. Енді қайттан. Аяқтадық, мына жерге келдік, екі рет ойнадық. Үстінде 10, 12, 14, 10, сосын 12, 10, 12, сосын 12. Одан кейін ашып жібереміз. Тек қана белгілі бір жерге дейін тек қана астыңғы ішекпен ойнаймыз біздер. Үстін мүлде баспаймыз үстін. Тек қана астында. Бастайық. Әрі қарай біздер бетеміз. Болғаннан кейін ашамыз да бір төмен үш жоғары ойнаймыз. Әрі қарай 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12. Қалғысы жаңағы бір төмен үш жоғары. Тағы да көрсең аяқтадық. 1, 2, 3, 4, 14-тен одан кейін 14, 12, 14, 14, 12, 14, 10 дегенде екі рет ойнадым. Одан кейін 14, 16 дегенге барамыз. 14, 16, 14, 16. Яғни 14, 16, 14, 16. Осыдан кейін біз 4-ші саусақпен 14-ге шығамыз да 14, 12, 14, 10 дегенді қайталаймыз. Енді қайттан бәрін қосамыз. Аяқтап болдым. Аштым. 14, 14, 14, 14, 12, 14, 10, 14, 12, 14, 10. 14, 16, 14, 16, жоғарғы көтеріліп түскен кезде мен байқасаңыздар бас бармағым бірге жылжып отырады осылайынан. Сол сіздер де сөйтіп жұмыс істедіңіздер. Өйткені бұл алдағы уақытта өздеріңізге көмек болады. Басқа қиын күйлерді ойнағанда. Әйтпесе біреулер деген бүйтіп ойнап жатады да бас бармағым мына жақта қалып қояды. Олайынан. Или жоғары көтерілгеннен бас бармақ мына жақта қалып қояды. Осылай отырады, сосын қиналып. Бас мына екінші саусақ қайда? Сонымен бірге жылжып отырыңыздар осылай. Так, мынан болдық, то есть 14, 16, 14, 16, 14, 12, 10 дегенді ойнап болдық. Енді әрі қарай 14, 16, 17, 16 деген ойнаймыз. Бірінші саусақпен түсіп кеттім. 14, 16, 17,
одан кейін 14, 14, 14, 10 деп ойлаймын. Яғни 14-те мен 3 саусақ ауыстырдым. Қайттан көрсетейін. 14, 16, 17, 16. Міне 14, 16, 17, 16, 14, 14, 14, 10. Тағы да көрсетейін. 14, 16, 17, 16, 14, 14, 14, 10. Мына то есть мынау. Міне қараңыздар, бас бармақ әр қайсысында ауысып тұрады. Былай, сосын былай. 14, 14, 14, 10. Так, енді бәрін басынан бастап, бәрін қосып тағы да ойнайым. 12, 14, 16 деп тез ойнаймыз. Та-та-та деп ойнаймыз. Сосын 16, 14. То есть та-та-та-та-та. Сосын екінші саусақпен шығамыз да 12-ке. 12, 12, 14, 10 деп ойнаймыз. Тағы да. Та-та-та-та-та. 12, 12, 14, 10. Осылай. Так, енді жаңағы жерден бастап жалғастырып кетейік. Міне 14, 16, 17, 16. 14, 14, 14, 10 жаңағы. Одан кейін тағы да түсеміз. 14, 16, 17, 17 деп бұл жолы міне. И тұра береміз 17-те. То есть міне 14, 16, 17, 17, 17, 17, 17. Одан кейін 16, 17, 17, 17, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 16 дейміз. Үшіншісінде. То есть екеуімен де 16, 17, 17, 17 болды. Екі рет ойнадым. Үшіншісінде 16, 17, 17, 16 деп қайтып келдім. Тағы да 14-тен бастайық. 14, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 16, 17, 16. Одан кейін 14, 14, 14, 10 деп бағанағында шығып кетеміз. 14, 14, 14, 10. Одан кейін мынаны қайталаймыз. Сосын 12, 12, 14. И сосын тағы да түсеміз. Бұл жолы былай істейміз. 14, 16, 17, 17 дейміз де төртінші саусақты ауыстырамыз бүйтіп 17-ге. Міне 14, 16, 17, 17, төртінші саусақ ауысып кетеді. Та дейміз бір орында. Одан кейін үстіңгі шекке көшеміз. Бұл жерде мынандай бағанағындай ойнаймыз. Мына жерде ойнаймыз тек. 17 тұрады, мына жақта 12-ні ұстаймыз. 12, одан кейін 14, одан кейін 16, одан кейін 17-ні ұстаймыз. Содан кейін 14 ұстаймыз. Одан кейін 16, 14, 16 деп ойнаймыз. Та-та-та, потом 16. Содан кейін ашып жүреміз де астын ғана қалдырамыз, бір төмен үш жоғары. Енді бағанағы жерден бастап 14, 16, 17, 17 и төртінші саусақ басты. Сол жерден бастайық. 14, 16, 17, 17, төртінші саусақ. Сосын үстіңгі шекке 12, 14, 16, 17, 14, 16, 14, 16, 16, 16. Одан кейін ашамызда бір төмен шығады. Содан кейін бағанағы нені қайталаймын? 16, 17, 17, 17, 16. Екі рет қайталадым, одан кейін 16, 17, 17, 16 дегенде қайталаймыз. Сосын мынаны қайталаймыз. 14, 14, 14, одан кейін мынаны қайталаймыз. Одан кейін қайтадан түсеміз. Бұл жолы былай. 14, 16, 17, 17. Сосын 16, 17, 16, 17. Тез ойнаймыз. Сосын 16, 17, 17, 16. Сосын барып 14, 14, 14, 14 дейміз. Одан кейін мынаны ойнаймыз. Осыдан кейін бас бармағымыз 12-ге қоямыз, астында 14-ге қоямыз. Сосын бүйтіп ойнаймыз. 14, 12, 14 деп тез. 14, 12, 14. Сосын 14, 12 дейміз. Тек мына жақта 12-ге көшкенде бас шығып кетеміз. 14, 12, 14, 14, 12. Бас бармағымда мен мына жерден бүйтіп жылжытып мына жаққа алып келдім. Міне. Тағы да 14, 12, 14, 14, 12. Одан кейін біз 9, 10, 12 деп ойнаймыз. Та-та-та. Тез, то есть. Та-та-та. Одан кейін міне та-та-там дегеннен кейін 12, 10 деп ойнаймыз. Та-та-там, 12, 10. Сосын былай шығып кетеміз. 9, 9, 9.
бас бармақ бірінші 10-да тұрады, одан кейін былай ауысады 9 пен 9. Сосын бар 7-ге барады, мына жақта 9, кейін 5. 9, 9, 9, 5. Мына екеуінің бәрін қосайын енді. Одан кейін 7, 7, 7, 9, ана басында ойнаған не қайталанады. 5, 2, 2, 2, ашпаймыз. Одан кейін 7, 10, 9, 9, 5, 2, 3. Басында осыдан кейін ең басындағы не қайталанады? 7, 5, 7, 7, 5, 7 деген. Жерде біз ашпаймыз ең сонда. Ұстап қаламыз 2-де. Содан кейін 7, 10, 9, 9 деп ойнаймыз. Міне бұл жерде бәрі қайталау болды. Басындағыдай. Одан кейін біздерде келесі соңғы бөлігі қалады. Бұл жерде біз 5, 7, 9 деп барамыз. И сосын былай 2 саусақпен 8-ге 10-ға түсіп кетеді. Сосын арғай та-та-та-та-та деп сол жерде ойнаймыз. Еш нәрсе баспаймыз, просто ойнаймыз. Тағы да 5, 7, 9, 10, 10, та-та-та-пам-пам. Одан кейін мына жерде біз бітеміз. Та-та-та дейміз, мына үстінде 10-ды басамыз. И осылай 2 рет ойнаймыз. Та-та-та-пам-пам-пам-пам. Одан кейін үстінде 7-ні басып қаламыз, былай. Басымақ былай алып кетеміз. 7-ден 8-ге істейміз. Екі жоғары ойнағанда соңғы сол кезде ауыстырып тұрмын. Одан кейін 7-ден 10-ға, сосын 8-ден 10-ға, сосын 7-ден 8-ге, ашамыз 0, и басынан 8. Енді бәрін бірге. Одан кейін бір пернеге жолға шығып кетеміз де 9 мен 7-ні басамыз. И 9-дан 10-ға, 9-дан 10-ға 2 рет, одан кейін 7-ден 9-ға 2 рет, 5-тен 7-ге бір рет, сөйтіп ойнаймыз. Так, 9-дан 10-ға қазір. 9-дан 10-ға, 7-ден 9-ға. Одан кейін 5-тен 7-ге бір рет, сосын 5-тен 10-ға кетіп қаламыз. Сосын 9-дан 10-ға бір рет, сосын 7-тен 9-ға кетіп. Сосын 5-тен 7-ге бір рет. Бір рет ойнадым, сосын да 200 та-та деп ойнаймын да. 5, 9, 9, 9 деймін. Бір төмен шыққыр. Сосын 5, 2, 3, 2. Мына бәрі қайталанады. 7, 10, 9, 9, 5, 3, 2, 2, 2, ашамыз. Деп аяқтаймыз. Так, енді бағана бөліктен бастап бәрін қосып бір ойнаймын. Айтып отырамын, асықпай. Енді 9-дан 10-ға 2 рет, 7-ден 9-ға 2 рет, 5-тен 7-ге 1 рет, 5-тен 10-ға, 9-дан 10-ға 1 рет, 7-ден 9-ға 2 рет, 5-тен 7-ге 1 рет, сосын жаңағы 5-7, 5-7 деп ойнаймыз. Та-та-та-та деп осылай 2 рет, то есть қайттан 5-тен 7-ге 1 рет, сосын 5-7, 5-7. Түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін 5-тен 9-ға бір төмен жоғары. Сосын 5, 2, 2, 2, 2, 7, 10, 9, 9. 5, 5, 5, 7, 2, 2, 2, ашамыз да. Сосын басып. Мінекей достар, осылайша бүгін адай кейін аяқтадық. Егерде сіздерде бірінші бөлім, өткендегі бөлім шықпаған болса, онда соны ең бірінші шығарып алып, бүгінгіні бастаңыздар. Егерде ол шықпай жатып, маған бүгінгіні қосып бәрін толықтай ойнаймын десеңіздер, ол қате болады.
өздеріңізге екі жұмыс болып қиындап кетеді. Сондықтан бірінші бөлімді дұрыстап толықтап шығарып алыңыздар, кішкене орташа жылдамдықта. Одан кейін бүгінгі бөлімді бөлік-бөлікпен жаңағыдай үйреніп толықтай шығара аласыздар. Сабақ ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.